Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 46-шы сабақтың тақырыбы сұраулы сөйлем. Сабақтың мақсаты сөйлем түрлерін анықтауды үйренемін. 37-ші жаттығу. Мәтіннің басын және соңғы бөлігін оқы. Дастан сабақта отырып, қайта-қайта терезеге қарай берді. Сабақ аяқталды. Дастан далаға жүгіріп шығып, бар даусымен "Мені шақырған кім?" деп айғайлады. Оған күн күлімдеді, оған кішкене құс әндетіп сайрады, оған қызыл шие сабағын иіп, жемісін ұсынды. Төмендегі сұрақтар мен тапсырмаларға назар аударайық. Мәтін не туралы, оның негізгі ойы неде? Жалпы мәтін табиғаттың адамзатқа деген бір мейірімі туралы. Қарамен жазылған сөйлемді тиісті дауыстырғымен оқы. Оның қандай сөйлем екенін айт. 37-ші жаттығуға назар аударайық, құрметті оқушылар. Мәтінді түсініп оқы. Ақтелпек кемпірқосақтың суретін салғысы келді. Ол дереу ақ қағаз бен бояу қарындаштарын алып сурет салуға кірісті. Кенет "Осындай кемпірқосақ бола ма екен?" деген біреудің дауысы естілді. Ақтелпек бұрылып қарап еді, ешкім көзіне көрінбеді. Ал қабырғаға күн сәулесі түсіп тұр екен. "Амансың ба, балақай? Бұл менмін, күн сәулесімін. Сен мен сөйлесіп тұрған. Сен кемпірқосақты дұрыс бояған жоқсың. Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Себебі кемпірқосақты жасайтын менмін. Сонда қалай? Сен ақсың, ол болса түрлі түсті ғой. Мен әншейін сырт көзге ғана ақ болып көрінемін. Ал шын мәнінде менің бойымда бірнеше түс бар. Қызыл, қызыл сары, жасыл, көк, көгілдір және күлгін." Құрметті оқушылар, төмендегі тапсырмаларға назар аударайық. Мәтіндегі сөйлемдердің тыныс белгісіне назар аудар. Хабарлы сөйлем мен сұраулы сөйлемнің оқылу ырғағын салыстыр. Мәтіндегі сұраулы сөйлемдерді теріп жаз. Мәтінде мынадай сұраулы сөйлемдер кездеседі. "Осындай кемпірқосақ бола ма екен?" "Амансың ба, балақай? Қалай бояу керек екенін сен қайдан білесің? Сонда қалай?" деген сынды сөйлемдер сұраулы сөйлем болып тұр. Сұраулы сөйлем өзі белгілі бір дауыс ырғағымен оқылады. Соған қарап біз сұраулы сөйлем екенін біле аламыз, және де сұраулы сөйлемнен кейін міндетті түрде сұрақ белгісі қойылады. Жауап алу мақсатында айтылған сөйлемді сұраулы сөйлем дейді. Сұраулы сөйлемнің соңына сұрау белгісі қойылады. Мысалы, "Сенің досың кім?" Төмендегі сұрақтар бойынша парталасыңмен диалог құрастыр. Бұл 39-шы жаттығу. Нешінші сыныпта оқисың? Сабақтарың сағат нешеде басталады? Сабақтан кейін не істейсің? Осы сұрақтарды қою арқылы парталас көршіңнен жауап ал. 40-шы жаттығу. Хабарлы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерге айналдырып жаз. Толқын кітапханадан кітап алды, ол көп оқиды, әжесіне ертегі оқып береді. Мынадай сұрақтар қоюға болады. Кім кітапханадан кітап алды? Толқын кітапты қалай оқиды? Толқын кімге ертегі оқып береді? Мына жерде берді деп кетіпті, негізінен береді деп қоясыздар сұрақты. 41-ші жаттығу. Суреттер бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ сіздерге ұнаған болса, пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама жазылып, лайк басып, төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Және де келесі сабақты міндетті түрде жіберіп алмаңыздар.